Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Нұрзина, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, әрі нәзік, оңай дайындалатын роза печеньесінің рецептісімен бөлісетін боламын. Печеньенің құрамы өте қарапайым, қолжетімді заттардан тұрады. Описание бөлімінде қажетті заттардың тізімін жазып қалдыратын боламын. Менің пайдалы әрі дәмді рецепттерімді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Секілді әдемі болып ашылып тұру үшін ағаш таяқшаның көмегімен осылай қамырдың арасын кішкене ашамыз. Печеньені 180 градуста 25 минут пісіреміз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің роза печеньеміз осылай қызарып әдемі болып пісіп шықты.
Печеньеміз өте жұмсақ, нәзік, дәмі де сондай керемет болып шығады. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Егер сіздерге рецепт ұнаған болса, арнама міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алда көптеген түрлі рецепттер болады. Сіздермен болған Нұрзина, назарларыңызға көп-көп рахмет.